Жылой ауданында 6 қосалқы станция, Махамбет ауданында 3, Исатай және Индер аудандарында 3-3-тен, Қызылқоғада 4, Махатта 6, Құрманғазыда 3, ал Атырау қаласында 4 қосалқы станция күрделі жөндеуден өткізілді. Сондай-ақ 2024 жылдың инвест бағдарлама аясында бірнеше шаралар атқарылды. Оның ішінде Атырау қаласындағы физикалық тозығы жеткен желілерге жаңғырту жұмыстары жүргізілгендігін айтамыз. Мәселен, Атырау қаласында орналасқан, оның ішінде Ақжар селосы, Еркінов көшесі және Алатау көшелеріндегі трансформаторлық қосалқы станцияларының ескі жабдықтары алынып, орнына жаңа қондырғылар орнатылды. Тұрғындарға электр энергиясын үздіксіз беріліп қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын біз күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп келеміз. Инвестициялық бағдарлама бойынша жаңғырту шаралары жүргізілуде және күзгі, көктемгі мезгілдерде ревизиялық жұмыстар жүргізілетіндігін естеріңізге саламыз.